Hi, welcome back to English with Genre. Сіздермен pre-intermediate деңгейіндегі қатыстық есімдіктер who, which, where and that сөздермен танысатын боламыз. Қатыстық есімдіктер бізде сөйлемдерге сұрақ қою үшін емес, оларды біздер сөздерді құрмалас сөйлемдерде бір-бірімен байланыстыру үшін қолданамыз. Біріншісі who, кім деп аударылады. Сөйлемдерде біздер оны адамдарға қатысты қолданамыз. Мысалы, a cook is a person who makes food. Аспазшы тағам дайындайтын адам. Бұл жерде біздер аспазшыны анықтап тұрмыз. Екіншісі which, қандай. Which біздер жансыз заттарға және жануарларға қатысты қолданамыз. Мысалы, a clock is something which tells the time. Сағат уақытты көрсететін нәрсе. Бұл жерде біздер сағаттың қандай қызмет атқаратынын анықтап тұрмыз. Үшіншісі where, қайда деп аударылады. Орын жерге байланысты қолданасыз. Мысалы, a changing room is a place where people try on clothes. Киім ауыстыратын бөлме, адамдар киім киіп көретін жер. Яғни бұл жерде адамдар киім сатып алмай тұрып, қай жерден киіп қарауға болатынын анықтап тұрмыз. Енді бізде who, which екеуін алмастыратын қатыстық есімдік бізде that болып табылады. Мысалы, a cook is a person that makes food. Немесе a clock is something that tells the time. Жаңа алдыңғы сөйлемдерде біздер who мен which'ті соның орнына ауыстырып біздер that'ті қоя аламыз. Тек қана осы екі жағдайда ғана қолдана аласыздар. Сондықтан да егер сізде бір жағдай болатын болса, мысалы бір сөзді ұмытып қалдыңыз делік, соның орнына біздер who, which, where және that'ті қолдана отырып, сол сөзді біздер сипаттап, анықтап басқа адамға жеткізе аламыз. Ал енді достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. See you!